жаңадан ашылып жатқан модульный компрессорный станция Восточный Жетібай дейтін. Оның енді салыну себебі мына жеңілдік жасау. Себебі осы асардың газын кейін қарай дейтін едік. 27-ші группаларға қарай. Оның енді қашықтығы да бар. Ол бір жағынан сондағы тұрған компрессорлерге үлкен өзінің бір жағы қиындығын туғызатын, нагрузка беретін компрессорлерге соның жолын барлығын жеңілдетейік. Сосын бір жағынан мына алыс жолды жақын қылайық деген есеппен осы жерге салынған модульдік компрессорный станция. Бүгінгі таңда енді өзінің жеңілдігін беріп тұр деген үміттеміз. Мынаның арасы жақын, осы газ ГПЗ-ға кетіп жатқан турбопровод 3 шақырым, бұрында кейін қарай айдайтын болса 30 шақырым жобасы еді. Сондай жеңілдіктерін тигізіп жатыр. Енді проект бойынша 200 мыңға есептелген. Қазіргі таңда 95-93 мыңның жобасында тәулігіне айдап тұр газды. Барлығы жақсы, барлығы жасалған. Социальный бытовой услугасы, операторларға қажетті нәрсенің барлығы бар. Болашақта осының барлығы осы біздің Жетібай мұнай газына пайдасы тиеді деген үміттеміз.